Баршаңызға сәлем. Кешкі асқа не дайындарларыңызды білмей бастарыңыз қатып жатса, дәл осы мен жасаған тамақты кешкі асқа ұсынсаңыз өкінбейтін боласыз. Ең дәмді астың бірі осы жолдасыңыздың, ата-енеңіздің, үй ішіңіздегі барлық адамдардың көңілінен шығатын тамақтың бір түрін жасайтын боламыз. Бізге қажеттісі кез келген етті аласыз, жақсылап майдалап турап аласыз да, қызып тұрған майда қызарғанша қуыратын боламыз. Достар, алғыс ретінде каналға тіркеліп қойсаңыздар болады. Мен бір немесе екі пиязды жіңішке етіп турап, оны да қосып етпен бірге қуыратын боламыз. Тұз қоссаңыз болады. Жақсылап қызарғанша қуырып аламыз да, енді үйіңізде қандай көкөніс бар, соны турасаңыз болады. Мен тәтті бұрышпен сәбізді міне осылай үлкен етіп, жалпақтау етіп турап алдым да, оны да жақсылап қуырдым. Міне менде сарымсақ, паприка, томатымыз бар. Барлығын жақсылап араластырып қуырдым. Су құйдым. Суын көбірек етіп құя беріңіздер, себебі біз еті қайнап піскеннен кейін картошкамызды ашып, бүтіндей етіп осылай қайнап тұрған сорпамызға салып жіберетін боламыз. Дәміне қарай қара бұрыш, дәмдеуіштер қоссаңыз болады. Лавровый лист қостым мен. Тамағымыз бір рет бұрқ етіп қайнағаннан кейін астын басып, картошкамыз піскенше отта ұстайтын боламыз. Ал ас болсын, осы тамақты жасап көріңіздер. Достар, видео ұнап жатса лайк басуды ұмытпаңыздар.